адамдардың ішіндегі жын шыққан кезде олар өздерін қалай сезінеді? Бөпе сияқты болып қалады. Бөп бала күндегідей өміріне келеді да, құлпырған күйіне. Анадан жаңа туғандай Ана ма? туғандай болып қалады да. Бүкіл сезімдері бағана, ой тоқтайды, басының ауыратын жері тоқтайды. Былай айтқанда денесінен бір нәнді бір боздықты алып тастағандай сияқты болады да. Сондай күйге түседі. Бірақ бұл бала туған келіншектің образы сияқты ғой. Бала енді тумайым деп ұмытады да, келесі жылы қайта көтере береді ғой. Сол сияқты шығып кеткеннен кейін ұмытып кетеді бұны көбісі. Біздерден ұмытып кете береді, хабарласпай қалады. Ал негізі хабарласып демалып Біліп тұру керек тұрған па? абзал ақпат та. Жыншағаны бұл айыптық болғаннан кейін қиналғанын ұмытып кетеді, күшті болып кеткеннен кейін. Дүние құрғыр шіркін алаңдатып кетеді адамды. Бала туған әйел де солай. 2 жыл сайын туып тұрса, мысалы, онда ең ұлы анамыз, ана алтын құрсақ болады ғой, 2 жыл сайын шариғатымыз рұқсат береді. 2 жыл сайын тапқаның абзар ақпат деп кетті шариғатта. Сонда толыққанды бала дүниеге келеді. Медицинада да 2 жыл емсін деп кетті баланы. Сол сияқты бұл шыққаннан кейін ұмытып қалады да, келесі жыл көтермеймін деп жатқан кезде аяқ ұрғызып уәде береді, көтермеймін деп кетті, ұмытып тастайды алла тағала. Қайтадан көтеріп кетеді. Сөйтіп жүрген кезде бір 10 шақты бала туып тастаған әйелдеріміз бар да, 7-8 баламыз. Ұмытып қалады. Сол сияқты бұл жынның білімі де солай. Шығарып береміз, адамдар ұмытып кетеді. Я шыққан деп отыра береді. Бұрынғы сезімдер ұмытып қалады. Себебі ол адам денесінен жын шыққанмен бала шыққанмен бірдей да. Бүкіл мүшесі сырғап кәдімгідей түскендей